Құрметті көрермен, мәжілісте арнамыздың мобильді студиясы жұмыс істейтінін еске саламыз. GG студияның бүгінгі қонағы әлеуметтік мәдени даму комитетінің төрағасы Асхат Аймағамбетов. Ол бүгін міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға қатысты депутаттық сауал жолдады. Сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Асхат мырза, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша депутаттық сауал жолдадыңыз, тыңдадық, өте өзекті проблемаларды айттыңыз. Кешеде президентте ерекше тоқталды бұл мәселеге. Барлығын тізіп отыратын уақыт жоқ. Енді жаңа квота мәселесі, қызметтің дұрыс көрсетілмеуі, жалақы мәселесі, тіркеу жөнінде, осының барлығын енді шешудің жолдарын өзіңіздің ұсынысыңыз. Не көресіз, қалай шешу керек бұл мәселелерді? Біз сынап отырған жоқпыз. Біз нақты ұсыныстар беріп отырмыз. Ол қандай ұсыныстар? Мысалы, бізде азаматтарымыз ауруханаға барады. Ауруханаға барып, егер біз тегін емделеміз десе, онда қазіргі уақытта ондай мүмкіндігі жоқ. 3 айдан кейін, 1 айдан кейін деген мәселе шығады. Ал егер сол жаңа дәрігерге сол тексеріс өткем десе, ақылы түрде, оны дәл 3 минуттен өтуге болады. Бұл әрине де әділетсіз. Ол неге байланысты? Ол негізі бұл ауруханалардың басты өздерінің дәрігерлердің мәселесі емес. Бұл қаржыландыру жүйесіне байланысты. Егер әр ауруханаға қаржыландыру бойынша айға ақшаларын бөліп қойып, сол ақшаны мысалы КТ-ға 5, МРТ-ға 5 деп бөліп қойса, егер 5 адам емес 15 адам болатын болса, онда сол аурухана ол жаңағы қосымша 10 адамды келесі 2-3 айға жазуға мәжбүр. Соған байланысты осындай кезектерде де пайда болады. Біздің айтып отырғанымыз, бұл қаржыландыру жүйесінен біз кетуіміз керек. Негізі бұл шешімді біз ұсынып отырмыз, әріптестеріміз бұл мәселені түсінеді деп ойлаймын. Екінші мәселе бұл дәрігерлердің өте үлкен жүктемесі. Және де біз біздің жақындарымыз бар, жалпы өз қоғамда тұрамыз ғой, дәрігерге барғанда мысалы көресің. Дәрігердің өз тиісті лимит уақыты бар, бір адам қабылдауға 15 минут дейді, басқа дейді, ауруларға байланысты. Сол уақытта дәрігер бір информациялық ақпараттық жүйені ашып, оған бір ақпаратты салады, екінші жүйені ашып, екеуін ашады. Соны ашып, компьютерге телміріп отырып, сол біздің науқасты қарауға да тіпті мұршасы келмейді. Бұлда да дәрігерге шүйлігіп, дәрігерге әртүрлі мәселелер айтады. Бұл дәрігерге байланысты мәселе емес. Бұл тиісті жүйеге байланысты. Бізде денсаулық сақтау саласында біркелкі ақпараттық жүйе әлде жоқ. 30-40 жүйе. Сондықтан дәрігер бір жүйені ашып, оған бір ақпарат, екінші жүйені ашып, екінші ақпарат, үшінші жүйені ашып, үшінші ақпарат. Сол бүкіл ақпаратты енгізіп, формулировкаға енгізіп отырғанда бүкіл уақытта кетеді, ана жерде кезекте тұрады. Сондықтан айтып отырмыз ғой, науқастарды қарауға да уақыт келмейді. Біз оған қандай мәселені айтып отырмыз? Біріншіден, біз орталықтандырылған бір ақпараттық жүйе болу керек. Сол бір ақпараттық жүйеде барлық автоматтандырылған дәрігер тез ғана тиісті ақпаратты енгізуге. Оны дәрігер істемеу керек екіншіден. Жаңағы бір ақпараттық жүйе болса, оны тиісті медбикелер. Мысалы, сіздер УЗИ-ға барсаңыздар, дәрігер қарап УЗИ аппараты бойынша айтып отырады, міне осындай ақпарат деп, оны жұмысты қағаз толтырып отыратын медбикелер. Осы медбикелердің санын арту керек, оларға осы жұмысты жүктеу керек, штатын көбейту керек біріншіден. Екіншіден, дәрігерлерге қазір жүктеме, мысалы, бір дәрігерге 1700 адам деген сияқты түрлі жүктемелер бар. Осы жүктеменде де азайту керек. Соған байланысты дәрігердің әр науқастық қабылдау уақыты да кеңейеді. Сондықтан, мысалы, осы басқа да ұсыныстар бар, осы тұрғыда жұмыс істеуіміз керек. Мысалы, осы жақында ғана біздің фондтың берген ақпараты бар. Ол ақпарат бойынша олар тек қана жалпы төлемдердің 10%-ын ғана тексерген. Сол 10%-дің өзінде 52 мыңнан астам жалған тіркеулерді анықтаған. Ол дегеніміз қаржы төлеу мәселесі қарастырылады, бірақ нақты тексерсе, ол қызметтер берілмеген, атқарылмаған. Егер 100% тексерсе, онда қанша болады? Оны енді 500 мың деп айту қиын, бірақ сондай сұрақ, риторикалық сұрақ. Бұл неге байланысты? Бірінші мәселе бұл тариф. Біз дәрігерлердің жалақысын көбейттік. Бұл өте маңызды мәселе, бұл өте оң шешім. Бірақ осы дәрігерлердің жалақысын көтергенде тариф бар ғой. Әр мекеме тиісті ауруларға алатын тариф бар. Сол тарифті пропорционалды түрде көтеру керек еді. Егер ол тариф пропорционалды түрде көтерілмесе, сол тарифтің ішіне қаралған жаңа дәрігердің жалақысы бар, дәрі-дәрмектері бар, тексерістері бар, анализдері бар. Сонда
мынау бұның алдында тарифте мысалы 50% ғана жалақы болса, мысалы айтып отырмын. Қазіргі уақытта жалақы 80-90%-ға кетіп қалды. Сонда біздің науқастардың барғанда алатын анализі, емдеуі, оның дәрі-дәрмегі, оның барлығы қазіргі уақытта осы жалақының өсуіне, тарифтің бірақ сол пропорционалды өспеуіне байланысты зардап шегіп отқан кім? Ол кәдімгідей біздің азаматтарымыз, яғни науқастар. Осыған байланысты тарифті де, егер жалақыны 30%-ға көбейтсең, онда тарифті де сол тарифтің ішіндегі пропорционалды түрде көбейту керектін. Екінші, осы жалған жазуларға байланысты бұл айыппұл мәселесі. Бізде қор келетті де, егер сол жалған жазылған адамдарды табатын болса, қызмет көрсетілмей, бірақ жалған жазса, оған тиісті бір айыппұл жүйесі бар. Бірақ бұл жүйе, өкінішке орай, одан сайын жаңағы біздің мед ауруханаларға, медициналық ұйымдарға одан сайын осындай сәйкес емес жазуларды көбейтуге итермелеп отырған жүйе. Сондықтан бұл айыппұл жүйесінде біз қайта қарауымыз керек, біріншіден. Екіншіден, тарифті біз тиісті пропорционалды дәрежеде қайта қарап, оны өсіруіміз керек. Олай болмаса, біздің медициналық ұйымдар тиісті қаражаты жетпей, біздің беретін қызметіміз нашарлап, екіншіден, оларда қазір кредиторлық берешегі көбейіп кетті. Олардың ертеңгі күні жалпы жұмыс істеуіне қауіп төніп тұр. Мысалы, оған байланысты бізде жаңа біз айтып отырмыз, 3 ай ғана осы сақтандыру жүйесінде 3 айдан аз стажы болатын болса, егер 3 айдан аз бір төлемдер түспей жатса, онда ол адам бұның алдында 2 жыл бойы мысалы мәміске қаражаты жалақысынан ай сайын түсіп отырса да, онда ол автоматты түрде мәмістен шығып қалады. Мысалы бізде бар, кейбір оқытушылар бар, кейбір мұғалімдер бар. Олар 3 айға мысалы жазда енді еңбек демалысы ұзақ болғанына байланысты, әлде шетелге барып емделуіне байланысты бір тиісті уақыт болса, 3 ай сол мәміске ақша түспей отырса, бірақ бұның алдында 2 жыл төлесе де, олар автоматты түрде мәмістен түсіп қалады. Одан кейін келеді, ақылы түрде сол қызметті алуға мәжбүр болады. Сондықтан осы сияқты басқа да әттеген айларды шешу керек. Негізі министрлікті сынау біздің алдымызда тұрған мақсат емес. Біздің алдымызда тұрған мақсат жүйелі түрде осы мәселені бірлесіп шешу. Егер тиісті заңнамаға, заңдарға өзгеріс керек болатын болса, біздің депутаттар бұл мәселеге бірлесіп шешуге дайын. Жалпы министрлік қазір біраз ауыз толтырып айтатын жобалар бар, біз онда айта кетуіміз керек. Енді бірақ осы мәміс бойынша халықта сұрақтар көп. Сондықтан бұл сұрақтар бойынша біздің нақты ұсыныстарымыз бар. Жақсы, Асхат мырза, уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Амандықта жүздесейік.